Достар, менің конкурсым басталды, және де менің дүкенімнен 5 образды тегін алып киініп кетіңіздер, және де менен 200 мың теңге ақшалай сыйлық, 60 мың теңге лайыққа сыйлық алып кетіңіздер. Міндетті түрде қатысыңыздар. Сіздер үшін. Құрметті достар, бүгін менің прямой эфирімде, тікелей эфирімде Төреғалының 30 сыйлықтары ойнатылды. Күні ертең жеке байқауымның соңғы күні. 30 сыйлықтар, ноутбуктар, телефондар ұтып алыңыздар, тез үлгеріңіздер. Құрметті достар, бүгін менің жеке байқауымның соңғы күні. Бүгін сыйлықтар ойнатылатын болады. Ие болыңыздар сыйлықтарға, барлық шарттарды орындаңыздар. Тағы да тексеріп шығыңыздар, қымбат бағалы сыйлықтарға ие болыңыздар. Қайырлы таң баршаңызға. Мен айтып кеткендей, бүгін 3 образ емес, 5 образды бірақ ойнатамыз. Себебі ертең ашылуына Алматыдан болып қалса, үлгеріп, өзінің киімдерін тегін алып кету керек, үлгеру керек. 21:00-де ұмытпаңыздар. Ал ертең 21:00-де 200 мың теңгені 100 мың болып бөліп ойнатамыз. Және де 20 мың теңге ойнатамыз. Ертең конкурс бар болған 2-ақ күн жүреді, достар, үлгеріңіздер сондықтан. 2-ақ күн. Бүгін ұйқыдан тұрғанда күнде мен бір жаным күтіп тұрады. Танысасыздар ма? Та-дам! Больницада болсақ та, қонақ күтіп алықпаймыз. Қазақпыз ғой. Бүгін анашым және де тәтем келеді, ең сүйікті. Госушы, рахмет, көп-көп, өте ыстық. Блин, который вкусно прям. Кім келген біліп тұрған шығарсыздар примерно. Жанка келді. Рахмет, Жансау, қолын жеп көріңіз. 6-шы күн болды, бәрі тек қана фрукты, айран алып келеді. Бүгін ғана менің ең қалаған затым келді. Рахмет көп-көп. Рахмет. Және де менің ең сүйікті сушиім келді. Ол міне түрінен де көрініп тұр, ең сүйікті екен. Және де ыстықтай осындай жареный сушилар да келді. Мен қонақ күтуге мамсет күтіп отырмын. Маған келіп тамақ ішіп кетсеңіздер болады. Уже көп, мен жеп бітіре алмаймын.